Құрметті көрермен, Айтулы күннің айшықты ақпараттары Ақшам телеарнасының эфирінде. Жаңалықтар тізгінінде мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпа. Қала басшысы балабақшаның жөндеу жұмыстарымен танысты. Жезқазған қаласында балаларға арналған жаңа орталық ашылды. Ұлытау ауданында оқушылардың спортпен жүйелі түрде шұғылдануына жағдай жасау мақсатында спорт алаңы сыйға тартылды. Қала басшысының тапсырмасына сәйкес ағымдағы жылдың мамыр айында номері 12-ші Гүлдер бөбекжай бақшасында басталған күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Қала әкімі Асқар Ыдырысов жүргізіліп жатқан жұмыс барысымен танысты. Номер 12-ші Гүлдер бөбекжай бақшасының алғашқы кірпіші 1968 жылы қаланған. 51 жыл бойы балаларға тәлім беріп келе жатқан балабақшаның күрделі жөндеу жұмыстары осы жылдың мамыр айында басталған. Асқар Ыдырысов жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан Теміртаулық мердігер ұйымның өкілімен кездесіп, жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Балабақшаның негізгі жұмыстары аяқталған. Бөлмелері кеңейтіліп, жарық диодты шамдар орнатылып, терезелері еуростандарттарға сәйкес 90 сантиметрге көтерілген. Біз бұны кестікті, Номер 12-ші Гүлдер бөбекжай бақшасында негізінде 132 бала тәрбиеленеді. Алайда мекеме басшылары жөндеу жұмыстарынан кейін тағы қосымша топ қосып, бала санын көбейтпекші. Неше бала? Бір группа ашамыз, сонда бір группа ашамыз, дополнительно, да? 20 бала. С учетом ремонта, да? С учетом ремонта. Сонда неше болады? Сонда 150. Балабақшаның жөндеу жұмыстарын аяқтау осы жылдың 4-ші қарашасына жоспарланған. Алайда мердігер ұйым уақытынан бір жетіге кешігуде. Қала басшысы Асқар Ыдырысов жауапты мекемеге жөндеу жұмыстарын мүмкіндігінше тез аяқтауды тапсырды. Необычный садикпен жұмыс бір жетілік жұмыс қалды. Давайте бір жетіншілік күндер уже надо запускать. 14 уже запустим. Қала әкімі Асқар Ыдырысов балабақшадан бөлек тұрғын үйлерді де аралады. Бұл жайлы жаңалықтарымыздың ертеңгі топтамасынан көретін боласыздар. Диана Абдықылықова, Әділхан Қали, арнайы Ақшам жаңалықтар үшін. Кеше Жезқазған қаласында балалар мен жасөспірімдер сарайы жанынан шығармашылықты дамыту орталығы ашылды. Жаңа қосымша білім беру нысанының ашылуы рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында өткен және Мыс өлкесінің 65 жылдығына арналған тағы бір шара. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Бұдан былай Жезқазған қаласының балалар мен жасөспірімдер сарайы жанында шығармашылықты дамыту орталығы жұмыс істейтін болады. Жаңа нысанның ашылу салтанатына жергілікті билік өкілдері, қаладағы оқу орындарының директорлары мен ұстаздары, ата-аналар және әрине 60 жылдан астам уақыт бойына жас жезқазғандықтардың әртүрлі таланттарын дамытуда үлкен рөл ойнайтын сарайдың дарынды тәрбиеленушілері қатысты. Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары Зина Ақылбекова жиналған қауымды Айтулы оқиғамен шын жүректен құттықтап, мұндай заманауи нысандардың балалардың дарынын ұштап, ой өрісін дамытуға оң ықпал ететінін атап өтті. Өзінің 60 жылдық тарихы бар, жақсы тарихы бар. Жезқазған қаласындағы балалар мен жасөспірімдер сарайы өзінің қабырғасын кеңейтіп, міне бүгін үлкен шығармашылыққа арналған орталықты ашқалы отырмыз. Бұл орталық ең алдымен әрине біздің оқушыларымыздың жалпы қабілетін дамытып, сонымен қатар жан-жақты білім беруіне, өзінің творчествосын кеңейтуіне өзінің үлесін қосады деп мен сенім білдіремін. Жақсы осындай істеріміз, игі істеріміз біздің қалада көп бола берсін. Мерекеміз құтты болсын. Жезқазғандық жас таланттарға арналған заманауи нысан қаладағы қосымша білім беру сапасы мен қолжетімділігін арттыруға арналған. Мұнда шығармашылықты дамыту үшін барлық қажетті жағдайлар бар. Жаңа орталықтың лентасын қию рәсімін Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары Зина Ақылбекова мен білім бөлімінің басшысы Жеңіс Алмағамбетов жүргізді. Лента қию рәсіміне қосып отырмыздар. Мұнда қызықталдар, сансыз өнерлік түрі бар. Адамдары қоң болсын. Hoş geldiniz konaklar, hoş geldiniz ballar.
нысанның салтанатты ашылуына жиналғандар үлкен мүмкіндікті пайдаланып, орталықтың қалай жасалған және оның жас жезқазғандықтар үшін қандай керемет жаңалықтарды ашқанын өз көздерімен көрді. Балалар мен жасөспірімдер сарайының директоры Дина Отарбаева келген қонақтарға орталықтың үйірмелерін жеке-жеке таныстырды. Ғимараттың оң жақ бөлігінде экологтар бөлімінің жасыл технология бағытына арналған гүл өсіру, химия әлемі, дендрология, жас эколог, жасыл технология сынды 5 үйірме жұмыс істесе, жасыл технологияларды зерттейтін 3 гидропоника жылыжайы бар. Қанша уақыт болды осы үйірмеге келіп жүргендермен? Бір жылда, иә? Ұнай ма? Иә. Мұндай орталық керек пе еді? Керек пе еді? Дұрыс. Қосымша білім беру мекемесі жанынан ашылған шығармашылық дамыту орталығында туризм және өлкетану, экологтар мен техникалық бағыты, сәндік қолтанбалы өнер сынды 3 бөлімнің 26 үйірмесі жұмыс істеп, 700 баланың шығармашылығын шыңдауға мүмкіндік жасауда. Это мой воспитанник, да, Симбаев Форестан, он занимается на 6 лет. Вот, поэтому, да, покажи. Участвовал в конкурсе? Да, у нас многократный победитель международных, республиканских конкурсов. И Роболенда, и по экологии у нас дважды он выигрывал, один раз в Португалии, один раз в Швеции, он занимал гран-при. В каком классе учишься? 8. Жезқазған қаласының балалар мен жасөспірімдер сарайының экология және техникалық шығармашылық бөлімінің меңгерушісі Андрей Матвеев үшін қосымша білім берудің жаңа нысанының пайда болуы өте маңызды оқиға. Енді біз осы орталық ашылғанға дейін және одан кейінгі барлық жаңалықтарымызбен бөлісетін боламыз, дейді мұғалім. Бүгін жаңа орталығымыздың ашылу салтанаты болып жатыр. Бұл жаңалық біз үшін үлкен қуаныш. Себебі кеңейтілген орталықта әр үйірменің жеке-жеке кабинеті бар. Үйірмеміздің жұмысын келген оқушыларымызға жан-жақты көрсетуге мүмкіндік алып отырмыз. Мысалы, химия әлеміне роботтарды жасап шығару, өсімдіктерді баптау жылыжай бойынша түрлі бағыттағы сабақтар ұйымдастырылады. Жалпы алғанда оқушылардың жан-жақты шығармашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік беріліп отыр. Ендігі кезекте осы мүмкіндікті тиімді пайдаланып, бос уақыттарын шығармашылыққа арнауға болады. Балалар шығармашылығы орталығының негізгі мақсаты бала тұлғасының дамуына қажетті жағдай жасап, олардың бос уақытын мейлінше тиімді қамту. Алтынгүл Төлегенова, Диана Абдықалықова, Әділхан Қали, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Ендігі кезекте Ұлытау ауданының жаңалықтарымен бөліссек. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Ұлытау селосындағы номері 1 Ұлытау мектебі жанынан спорт алаңы салынып, спорт сүйер қауымға сыйға тартылды. Басты мақсат оқушылардың спортпен жүйелі түрде шұғылдануына жағдай жасау. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында биылғы жылы ауылдық елді мекендерге қаржылай қолдау көрсетіліп, ауыл халқының өмір сүру сапасын жақсарту, оларды өңірлік стандарттарға жеткізу мақсатында Ұлытау селосында бірқатар нысандар салынып бой көтеруде. Солардың бірі кеше номер 1 Ұлытау жалпы орта білім беретін мектеп жанынан ашылған спорттық алаң болды. Алаңның ашылу салтанатына орай шағын футболдан турнир ұйымдастырылып, ең алдымен командалар таныстырылды. Мектеп жанынан ашылған спорттық алаңның ашылу салтанатында сөз алған Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары Мақсұт Оспанов, аудандық мәслихат хатшысы Талғат Сейтжанов бұл ашылып отырған спорттық алаңның ауыл жастары мен мектеп оқушыларына спортпен шұғылдануына жасалған үлкен мүмкіндік екенін тілге тиек етіп, арнайы жоба аясында аудан көлемінде әлі де бірнеше нысандардың бой көтеретінін атап өтті. Алдағы 3 жылда 90 миллиард теңге ақша бөлінеді. Сол осы ақшалардың арқасында міне Қарағанды облысында 3 елді мекен айтып өткен. Оның бірі осы жобаға келген болатын. Соның нәтижесін біз бүгін көргелі отырмыз. Ауданға 485 миллион теңге ақша осы ауыл ел бесігіне бөлінді. Соның 2 ғимараты, 2 ісі атқарылатын осы Ұлытау мектебін жөндеу және мектептің жанындағы спорт алаңын жөндеу болатын. Осы аудан орталығында сол спортпен айналысуға жақсы жағдайлар жасалған. Міне көріп отырсыздар, қандай аңғарда мысалы құстар ауа райына қарамай мүмкіндік бар ойлаған. Ауыл ел бесігі арнайы жобасын іске асыру мақсатында аталған номер 1 Ұлытау мектебі де жалпы сомасы 68 миллионды құрайтын күрделі жөндеуден өткен. Ұлытау ауданына қарасты 17 мектеп жанынан 10 спорт түрінен 55 спорттық үйірме жұмыс жасаса, сол үйірмелерге 776 оқушы тартылған. Бұл мамандардың бізге берген ақпараты. Ұлытау ауданы білім бөлімінің спорт жөніндегі әдіскері әрі жарыстың бас төрешісі Иран Тобашев спортшыларға сәттілік тілеп, болашақта аудан атын шығаратын мықты спортшыларды көреміз деген үмітінде жеткізді. Бүгін Ұлытау ауданында ауданымыздың 80 жылдығына және жастар жылына орай шағын футболдан аймақтық жарыс ұйымдастырылды. Аталған жарысқа
аймағымыздан Жезқазған, Сәтпаев қалаларынан кеп командалар қатысып жатыр. Қатысып жатқан спортшыларға сәттілік тілеймін. Спортты дамыту мақсатында көптеген мүмкіншіліктер беріліп жатыр. Соның нәтижесінде ауданымыздың жастары мен оқушылары облыстық, республикалық деңгейлерде жақсы нәтиже көрсетуге үміттеміз. Жаңадан ашылған алаңда Ұлытау ауданының 80 жылдығы және жастар жылы аясында жалпы орта білім беретін мектептердің 9-11 сынып оқушылары арасында шағын футболдан аймақтық ашық турнир өткізілді. Сәтпаев, Жезқазған қалаларынан және Жезді кенті мен Ұлытау ауданынан 4 команда тартысты ойын түрін көрсетті. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында салынған спорттық алаң міне осы. Бүгін күннің суығына қарамастан осы алаңда аймақтық турнир өткізіліп, онда 4 команда өзара бақ сынасуда. Жалпы атап өтейік, спорттық алаңда футбол алаңы, сондай-ақ баскетбол алаңдары да қамтылған екен, және де заманауи жабдықталған спорттың бірнеше түрінен дайындалуға арналған құралдар да осы жерге орнатылған. Алдағы жоспарда осы спорт сүйер қауымға спорттық түрлі шаралар өткізетін, сол шараларды тамашалауға келген көрермендерге арналған орында дайындалу жоспарда бар екен. Жалпы атап өтейік, бұл салынған спорттық алаңның жалпы сомасы 19 миллион теңгені құрап отыр. Мамандардың айтуынша, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бұл жерге салынған жабындылардың бәрі заманауи түрде. Тартысты ойынды алғашқылардың бірі болып Сәтпаев және Ұлытау командалары бастады. 1-0 есебімен қарсыластарын шаң қаптырып кеткен Сәтпаев командасының ойыншылары бірінші орыннан дәмелі. Қаламыздың 3 мектебінен іріктеліп алынған кіл-мықтылар бұл жарыста жақсы ойын көрсетуде. Ұлытау ауданында болып жатқан футболға Сәтпаев қаласының атынан келдік. Бірінші ойын ойнадық, осы Ұлытау ауданымен ойнадық. Бұл ойында біз 1-0 есебімен жеңдік. Одан кейін Жездімен ойнадық. Жездімен 5-0 жеңдік. Енді соңғы ойынымыз Жезқазған қаласымен болады. Жезқазған қаласымен сәтті ойын көрсетеміз деген ойдамыз. Жақсы ойнаймыз, жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Біз аз да болса осы футбол спортына біз аз да болса өз үлесімізді қосып жатырмыз. Алғаш рет ұйымдастырылған аймақтық турнирдің нәтижесі бойынша жүлделі 3-ші орында Жезқазған қаласының Жезбил номер 3 командасы иеленсе, Ұлытау командасы 2-ші орында місе тұтты. Ал үздік ойын көрсеткен біздің шаһардан қатысқан Сәтпаев командасы жүлделі 1-ші орынды қанжығаларына байлап кубокқа ие болды. Сондай-ақ тартысты додада үздік қақпашы, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы номинациялары бойынша бірнеше команда ойыншылары марапатқа ие болды. Атап өтейік, барлық теңбіл допшыларға ұйымдастырушылар атынан арнайы медальдар мен грамоталар табыс етілді. Алтынгүл Төлегенова, Еркебұлан Бердібаев, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.